Еуроодақ, Жапония, тағы басқа батыс елдері бастаған 32 мемлекет, құрамында Англия бар, Қытай Халық Республикасына қаратылған салықты жеңілдету саясатын тоқтатты. Бұл деген сөз, Қытайдың арзан тауары ендігәрі дүние жүзінің ең дамыған елдерінің, немесе орташа дамыған елдерінің нарығына кіре алмайды. Яғни, Қытайды байытып, қалтасын қампайтып, сасық көкірегін өсіріп тұрған оның қалтасындағы ақшасы болса, арзан тауары болса, енді сол арзан тауарға батыс елдері шектеу қоятын болды. Бұл осы Америка билігі Қытаймен сауда соғысын бастаған 2018 жылдан бергі ең жағымды жаңалық деуге болады. Америка сауда соғысын бастап, Қытайдың тауары Америкаға жеңіл бағамен кіре алмайтын болып, салықтың үстіне салық, кедендік бажының үстіне кедендік бажы қосылып жатқан сол тұста Қытай билігі коронавирусты таратып жіберіп, коронавирустың кесірінен бүкіл дүние жүзінің өндіріс орталықтары тоқтап, бүкіл дүниенің тірлігі, ауа қатынас, көлік қатынас, өндіріс, қонақ үй бизнесі, туризм, асхана, тамақ бизнесі, киім-кешек өндірісі, жеңіл тауарлар өндірісі, тұрмыстық бұйымдар өндірісі, қысқасы ірі өндіріске дейін барлығы тоқтап, мемлекеттік қорғаныс саласының өзі салданған жағдайға жеткен бүкіл әлемдік осындай таңғажайып кезде Қытай барынша қатал саясатпенен зауыттар мен өндірістерін іске қосып, тұтасымен қалаларды құрсаулап, зауыттардағы жұмысшыларды қатаң бақылауға алып, байқала бастаған жұмысшыларды бірден оқшаулап, нәтижесінде тауар жетіспей қалған Еуропа мен Америкаға қайтадан тауарының көлемін ұлғайтып, экспорттап, ортада біраз уақыт пайда көргенмен, қазір бүкіл дүние жүзі осы індетті тізгіндеуде өте жақсы табыстарға жетіп, кейбір елдерде екпені алу мөлшері 70-80%-ға дейін жетіп, өндірістер қалпына келіп, тіпті кейбір дамыған және орташа дамыған елдерде вируспен қатар өмір сүру дейтін теория қалыптасып, адамдар бұны кәдімгі қарапайым бір ауру қатарында қарап, екпе салғызтып, және ауыра қалған жағдайда жай бір ауру емдеткендей докторларға барып емделіп, осындай бір адамдар осы індетті енді кәдімгідей мойындап, оның бар екенін мойындап, кәдімгідей осы індетпен қатар өмір сүре отырып, өндіріспен тұрмысты бұрынғыдай қалпына келтірген жағдайда, ендігәрі Қытайдың шұғыл жағдайда, пандемия кезіндегі, індет кезіндегі арзан тауары керек болмасын сезгеннен кейін, әсіресе Қытайдағы адамдық құқық мәселесі күннен күнге ушығып, Қытай компартиясы барған сайын нарықтық басқару жүйесінен партиялық мемлекеттік басқару жүйесі, қалыпты нарықтық базардағы өндірістің өзін-өзі меңгеру сынды құбылыстан биліктің килігуі сынды құбылыстарға ойысу күшейгендіктен, енді 32 мемлекет Қытай билігіне, Қытай мемлекетіне қаратқан ең арзан салық саясатын тоқтататындығын жариялады. Біздің сөзіміз салалас құрмалас сөйлемдеріміз, сабақтас құрмалас сөйлемдеріміз өте ұзақ болып кетті. Ендеше сіздерге қайтадан өзімізді қарапайым қазақтың тілінде қысқашалап түсіндірейік. Бұл елдердің құрамында тек қана Еуроодақ, Жапония, Америка бастаған елдер бүкіл дүние жүзі экономикасының 67%-ын ұстайды. Ал осындай экспорт-импорт саласында осындай маңызды елдер, ішінде Англия бар, 32 ел, қазір Қытайға салық жағында тиімділік жасау, яғни даму үстіндегі елдерге берілетін, осы елдер тарапынан, өз тарапынан, жалаң тарапынан берілетін жеңіл салық саясатын тоқтатты. Бұл елдердің саны 32. Ішінде Еуропа бар, Еуроодақ бар, Англия бар. Ал осы елдердің құрамында, енді Американың
Қытайға деген саясаты бұрынғы президенттің саясаттары әлі іске асып келе жатыр. Әлі кедендік салық ол өз күшінде жоғарылатылған. Олар жаңа президенттің келуімен бірден кедендік салықтар күшінен қалмайды. Енді осындай жағдайда Қытай мемлекеті бүкіл сыртқы табыс көзінен айырылғалы отыр. Ендігәрі бұл Қытаймен бәсекелес болып жатқан Индия, Вьетнам, тағы басқа даму үстіндегі елдерге бұл үлкен орай болғалы тұр. Ал Қытайдың арзан тауарлары, әсіресе тұрмыстық бұйымдар тауарлары менен тоқыма киім кешектері, тағы басқа жеңіл тауарлары ендігәрі осы аталған GSN келісіміндегі 32 елге жарамайды. Бұл алда келе жатқан желтоқсан айы, яғни 2021 жылдың декабрінен бастап іске қосылғалы тұр. Демек, Қытай коммунистік партиясына осы күнге дейінгі ең сойқын, ең жойқын, ең сұрапыл соққы беріліп тұр. Декабрдің 1-нен бастап Қытайдың тауары енді жоғарыдағы аталған 32 елдің шекарасына арзан, жеңілдетілген күйде жеткізілмейді. Көп адам экономикалық білімі толық болмағандықтан біздің бұл сөзіміздің мәні мен мағынасын түсіне алмайды. Ендеше біз бүгінгі лекциямызды қарапайым қысқа қазақша былай түсіндірейік. Қазақстандағы тауар өндірушілерге келетін ең сұмдық сұрапыл соққы Қытайдың арзан тауары. Ал Қазақстандағы өндірушілер қанша жерінен жанталасса да тауарын Қытайдан экспорттап келінген, яғни Қытай экспорттаған, Қазақ импорттаған тауардан арзан жасай алмайды. Бұл ақылға сыймайды. Электрдің бағасы Қытайдан арзан. Салығымыз Қытаймен шамалас. Біздегі көрінбейтін парақорлық, жемқорлық, әке-көке анау-мынауды қоспағанда, анау 5000 километр алыстағы Қытайдың ішкі өлкелерінде өндірілген арзан киім-кешектің Қазақстанда өндірілген киім-кешектен де арзанға түсуінің сыры неде? Ал осы Қытайдың тауары шетел асып, 5000 километр, 10000 километр теңіз арқылы, құрлық арқылы тасымалданып барып, кедендік салықтарды төлеп барып, сол елдерге кіріп, тағы сол елдің өз жеріндегі өндірушілерді банкротқа ұшырататындай бұның хикметі не? Ендеше сіздерге бұл хикметті айтамыз. Бұл Қытайдағы экономикаға, яғни нарықтық экономиканың заңына өте өрескел қайшы түрде жасайтын туйшуй дейтін бір саясаты бар. Яғни салықты кері қайтару. Қытай мемлекеті тауар өндірушілерді шабыттандыру үшін халықаралық WTO-ның белгілемелеріне қайшы түрде және өркендеген өскен батыс елдерімен болған келісімдерге қайшы түрде тауар өндіруші, яғни тауар экспорттаушы орындардың тауарынан алған салықтың мәлім пайызын, тіпті кейде 50%-на дейін, кейде 100% өздеріне кері қайтарып береді.